Мына бүгінгі ратификациялық заң жобасынан нақты біздің еліміздің интернетке нақты қандай үлкен әсер береді? Күні кеше сізге, соған жауап берсеңіз, күні кеше сізге бас министр, премьер-министр еліміздегі интернет сапасын 3 айдың ішінде жоғарылатуға тапсырма берді. Сіз 3 айдың ішінде шамаңыз келе ма? 21 жылы тура сіздің орныңызға келіп Бағдат Мусин мырза, 22 жылы түгел елде интернет сапасы жоғарылайды деп уәде беріп кеткен. 22 жылы келді, 23 жылы реттеледі деп кетті. 23 жылы 24-ке сілтеді. Сіздер осы еліміздегі басқа ауыл аймақты қояйық, 1000 елді мекен бар. 1000 елді мекен былай қойғанда Астананың өзінде қазір мына интернетіңіз дұрыс жұмыс жасамайды. Күні кеше премьер-министріңіздің өзі сізге осындай тапсырма берді. Сіз 3 айдың ішінде осы жұмысты жолға қоя аласыз ба? Нақты осы жерде уәде беріңізші. 3 айдан кейін қайттан бізге сұрақ қоямыз сізге. Премьер-министр бізге тапсырма берді, бірақ осы 3 айдың ішінде біз нақты шараларды дайындаймыз. Мынау 3 айдың ішіндегі қолға келетініміз шараларды орындаймыз. Кеше заседание правительствода, үкімет жиналыста біз шараларды ұсындық. Енді бізге біраз уақыт берсеңіз, біз 3 айдың ішінде сізге қандай нақты достижение болды, сізге баяндап береміз.